Балалар, сонымен ойын шарты. Егер дауысты дыбыс болса, сендер шеңбердің ішіне кіресіңдер, секіресіңдер, дауыссыз болса, шеңбердің сыртында тұра бересіңдер. Сонымен бірінші әріп Б. Дұрыс емес, шеңбердің сыртында қаласыңдар. А. Секіреміз. Л. Ж. У. А. Кім? Хидаят секірді, дұрыс емес. А ол бізде дауысты дыбыс. Ж. З. Кім? Бурхан шығады. Жақсы. Келесі. Қ. А. О. У. Кім? Гибрат шығады. Т. Қ. Ф. У. О. Е. А. М. Ф. Қ. Я. У. Е. Ö. С. Енді балалар, ойын шарты. Егер жіңішке дауысты дыбысты естісеңдер, шеңбердің ішіне секіресіңдер, жуан болса, шеңбердің сыртында қаласыңдар. Бірінші әріп А. Ол бізде жуан дауысты дыбыс. Кім қателік жіберді? Хидаят пен Бурхан, я? Келесі Ә. Жіңішке дұрыс. У. Ö. Е. Кім? Ерасыл шықтың ба? Жоқ. А. О. О. Ö. У. О. Кім секірді?